Красавица. Знаете ее? Да, знаем, что вы знаете. Ее Айгуль зовут. Бізде бүгін алғаш таныстық, алғашқы көрісу. Жеке официально объявляю с сегодняшнего дня она моя принцесса. Она моя. Так что давайте. Қазір кино қарай шығармыз, одан кейін тамақтана шығармыз. Біз деген кинодан шығып жаққа келатырмын. Тура мен үйім жанында не бар? Мега бар, соған келген болатын. Айбат екенбіз, қасында Айбат бар. Иә, Айбат бар қасында. В общем, киноға бардық, кино топ. Патруль деген киноға бардық. Қатты ұнады өзіме, орын болмай әйтеуір үйіп кірдік. Иә, ондан 10 болып тұр ғой, даже 100-ден 100. Барыңыздар, топовый актерлар түсірілген. Өте күшті, мықты кино. Ұнайды деген ойдамыз. Айгүл саған өтті ма? Өтті ма? Саған Елдің бәрі сол киноны көріп отырған сияқты. Зал полный, орын болмаған, екеуміз әрең таптық алдынан орынды. Я сол енді, пока таныстық басталды енді. Айгүлдің жігіттері звонда настроение болды. Қандай жігіттер? Жаңа Достарым ғой. Жарайды, енді өзі де досым деп алды ғой, енді қазір сол үшін сенбейді да, ал мен сенем дескені. Соның жалпы жаққа қосылар жобасында үлкен кастинг болады, келіп бақтарыңызды сынасаңыздар болады. Өздеріңіздің жұптарыңызды іздеуге бір күшті бір сондай мүмкіндік болып тұр сіздерде. Енді білесіздер, қосылар жобасында шынайы, сенімді бәрі. Себебі енді сіздер сыртта былай адам жолықтырған кезде тоже білмейсіздер ол адам туралы, қалай бұрынғы өмірінде не болған деген сияқты. Ал бұл жобаның басты жақсы жері, үйренем деген адамға сізге келген жандардың бәрінің арттағы не болған жағдай, қандай адам деген сияқты білу мүмкіндігі тезірек болады. Сол үшін осы жобада үйленіп кетіп жатқан қаншама жандар бар. Сіз де дәл солай жұбымды тауып үйленгім келеді десеңіздер, кастингке міндетті түрде. Ал енді қыздар, мен осы бір мәселенің шешімін таптым десем болады. Baby Marine табиғи өнімнен, және де бұл Baby Marine өнімі табиғи микроэлементтерге өте бай. Және де бағанағында айтып жатырмын, кеш сөйлеу болсын, баланың психологиялық кеш даму болсын, соның бәрін алдын алу керек. Енді біз көп аналар негізінде жалпы осы бір баланың кеш сөйлесе, ой қойшы алда уақытта сөйлеп кетеді деп мән бермей жатамыз. Олай қарауға болмайды, тоже баланың денсаулығына, иммунитетіне жақсылап қарап мән беру керек деген сияқты ғой. Көп аурулар сол жайлап бастала береді, одан кейін уже ушығып кетеді деген сияқты. Және де достар, сіздерге айта аламын, жалпы аналарға, егер де осы бір мен артымнан деп жазсаңыздар, Америка ссылкасын қалдырып кетейін, мен артымнан деп жазсаңыздар, сіздерге 30% скидка беріледі, және де тегін консультация, бәрі тегін болады. Только Айгүлдің атынан деп жазсаңыздар болды. Енді осы бір өнім сіздерге 100% көмектесетініне сенімді. Қазір білесіздер, кішкентай балалар, жаңағыдай кішкентай болғанда мектеп жасына жеткен балалар өте жай дамып жатыр. Байқасаңыздар, мен де өзім балалар негізі қатты уайымдаймын. Қазір балалар тілі кеш шығып жатыр, психологиялық жағынан болсын, былай болсын, өте баяу дамып жатыр десем болады. Мысалы, жалпы ойнап жатқан балалардың арасында обязательно бір-екі бала шеттетіліп бүйтіп ойнамай, тілі кеш шығып, сөйлей алмай, активный болмай, даже төсекке жіберіп қоятын балалар болады деген сияқты ғой. Енді бір сондай балаларға жалпы бір жақсы бір өнім таптым десем болады. Енді балаларға негізінде тем более көктем шығып жатыр, қазір витаминдер көп беріп тұрған дұрыс. Енді мен өзім балаларыма да сондай бір витаминдер алып тұрамын. Енді бір қазір сіздерге бір жақсы бір витамин ұсынғым келіп тұр. Оны мен өзім балаларыма да алдым. Қазір келесі